Таңғы уақытта ояу болу өте маңызды. Өйткені бұл сәтте басқа уақытта кездесе бермейтін мол береке бар. Мұндай уақытта сізді ешкім мазаламайды. Бар уақытты өзіңізге, өзіңіздің тұлғалық дамуыңызға арнай аласыз. Таңғы уақытта ояу болып, уақытын барынша пайдалы өткізе алған адамның өмірі айтарлықтай жақсы жағына өзгеріп, діттеген мақсатына жете алады. Қарап отырсақ, жетістікке жеткен ұлы тұлғалардың көпшілігі таңғы уақытын тиімді пайдалана білген. Сондықтан сізбен бізде таңғы берекені сезіну арқылы өмірімізді өзгерте аламыз. Алдымен таңертең аман есен оянғанымыз үшін Раббымызға сансыз шүкір етейік. Бүгінгі істерімізді берекелі өткізуге тырысуға ниет етейік. Кімде-кім таңғы 2 сағатын, ең болмағанда 1 сағатын тиімді пайдаланып, өзінің жан-жақты жетілуіне, руханиятына арнай алса, ондай адам тек жетістіктің тұғырынан табылады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уә сәллам, Алла тағалам, үмметімнің ішіндегі ерте тұрған жанға берекеңді бере көр деген дұғасына сай жаратушының дұғасына кенеледі. Үлгі: бірінші су ішіңіз, сосын дұға тілек айтыңыз, таза ауада серуендеңіз. Кітап оқып жоспар жазыңыз. Өмір бір ақ рет беріледі. Уақытыңызды ұйқымен өткізетіндей өмір соншалық ұзақ емес.